Барлығына сәлем. Бүгін біздің тақырыбымыз ол ұрықтың қан айналымы. Ендеше, ересек адамның қан айналымын біріншіден есімізде түсірейік. Жоғарғы және төменгі қуыс вена. Көмір қышқылына бай қанды оң жақ жүрекшеге тасымалдайды. Кейін ол қарыншаға, қарыншадан өкпе діңіне өтеді. Көмір қышқыл газына бай қан. Ол оң және сол өкпе артериясына бөлінеді. Кейін ол өкпетінің ішінде газ алмасу процестері өткеннен кейін оттегіге бай қан 4 өкпе венасы арқасында сол жақ жүрекшеге, содан кейін сол жақ жүрекшеден қарыншасына, сол жақ қарыншасына сөйтіп қолқаға өтеді қан. Осылайша газ алмасу, яғни кіші қан айналым шеңбері және үлкен қан айналым шеңбері жүзеге асырылды. Жалпы үлкен ересек адамдар. Бірақ қазіргі бізде кіші қан айналым шеңберін қарастырдық, былай қарасаңыздар. Енді ұрықтың қан айналымы қалай жүзеге асырылады? Біріншіден, ұрық өзімен өзі тыныс ала алмайды, өйткені ол амнион сұйықтың ішінде жатыр. Сол үшін одан бөлек қоректік заттар да келу керек қой. Сол үшін бізде ұрық, яғни ұрық жолдас деген құрылым бар. Ұрық жолдаста газ алмасу және процестер өтеді. И қоректік заттар тасымалданады анадан баласына. Содан кейін өте маңызды факт, ананың да баланың да қаны еш қалайда араласпайды, олардың қан тамырлары бір-бірінен шоғырланған. Бүкіл газ алмасу процестері, метаболиттердің бөлінуі, қоректік заттардың тасымалдануын барлығы диффузия арқасында жүзеге асырылады. Яғни жандағы ананың қаны болады, спиральды артерия, сол арқасында ол бір-бірімен диффузия арқасында беріліп тұрады қанда. Енді көп тұрған сай ұрық жолдастың 3 құрылымын біз ажыратамыз. Ол екі артерия умбиликалис, яғни 2 кіндік артериясымен және 1 кіндік венасы. Кіндік вена өз кезегінде көмір, яғни оттегіге бай және түрлі қоректік заттары бар қан тасымалданады осы вена умбиликали арқасында. Кейін ол 2 тармақ береді. Біріншісі ол Аранцев өзегі. Аранцев өзегі өз кезегінде тікелей төмен қуыс венаға құйып, сол жерде қанмен араласады. Ал екінші болса, біріншіден ол вена порта, яғни қақпа венасына құяды. Кейін ол өкпесі арқылы жоғары өтіп, төменгі қуыс венаға құятын вена гепата рекурренс, яғни қайтарушы бауыр венасына құяды. Енді осылай арқасында оттегіге бай қан тасымалданды. Біз оны түсіндік. Енді тасымалданған қан сәйкесінше оң жақ жүрекшеге құйылады. Оң жақ жүрекшеге құйылғаннан кейін қан ол сәйкесінше біз білетіндей төменге түсіп өкпе сабауына өту керек еді ғой. Бірақ та ол өте алмайды. Не үшін? Себебі қарынша, яғни жүрекше аралық перденің ішінде тесік бар. Форамен овале, яғни сопақша тесік орналасады. Сопақша тесіктің арқасында қан оң жақ жүрекшеден сол жақ жүрекшеге құйылады. Енді сендер сұрау мүмкінсіңдер, ол не үшін құйылады деп? Себебі құрсақтағы жатқан баланың оң жақ жүрегінің бөлігінде қысым жоғары болады сол жағынан қарағанда. Бірақ та адам есейгенде бұл кішкене ауысады. Бірақ бір-бірінен осыған тоқтап кетейік. Сосын айтамын. Міне қан өтті, қан кейін үлкен қан айналымға өте алады. Осы жерден қолқаға, сосын кейін бүкіл денеге өте алады. Бірақ та тағы да бір анатомиялық ерекшелік бар балада. Егерде біз мысалы айтайық, 70% осы оваль тесік арқасында өтті дейікші. Ал қалған 30% қан қалай жетеді үлкен қан айналым шеңберіне? Сәйкесінше оң жақ жүрекшесіндегі қан 30% төмен жатқан оң қарыншасына, оң жүрек қарыншасына өтеді. Кейін өкпе өзегі арқасында қан көтеріліп, сөйтіп ол бірақ жете алмайды. Өкпе артериясында жете алмайды. Не үшін өкпеніңге қан жете алмайды? Себебі физиологияда бір рефлекс бар. Егерде альвеолада оттектің концентрациясы аз болса,
оған келетін қанның өлшемі азаяды. Себебі вазоконстрикция орын алады. Былай қарасаңыздар, ол логично. Егер де осы жерде оттегі аз болса, оған келетін қанның көлемін не істейміз? Оданша оттегі көбірек жерлерге қан бергеніміз дұрысырақ болады деп, олар вазоконстрикциялап жасайды. Өкпе, сол жақтағы қан тамырларды, осы альвеоламен байланысқан қан тамырлардың қабырғасын вазоконстрикциялайды. Соның әсерінен осы жерде қысым артады. Өйткені қысылғаннан өкпе артериясында қысым жоғарылауының әсерінен қан бара алмайды өкпеге. Сөйтіп, соның әсерінен де оң жақ бөлігіндегі жүректің қысымы жоғары болады. Өйткені өкпе сабау қысымды тудыртып отыр. Соның әсерінен. Енді осы жерге бара алмайды қан өкпеге. Өйткені уақытта жабылып тұр, вазоконстрикцияланған. Бірақ та, былай қарасаңыз, осы жерде қолқа мен өкпе сабауын байланыстырып тұрған Баталов өзегі бар. Бірақ ол жерге барады. Не себепті? Өйткені ол жердегі қысым азырақ осы жерде өкпе артериясына қарағанда. Одан бөлек ол төмен болып тұр осы жердегі өкпе сабауындағы. Сол үшін қан еркін түрде өкпе сабау арқылы, өкпе сабауынан Баталов өзегі арқасында қолқаға құяды қан. Ал осы өз кезегінде үлкен қан айналым шеңберіне құяды қанды. Енді осылайша жүзеге асырылады құрсақтық қан айналым. Көріп тұрғаныңыздай ол төмен түседі, кейін ол мықын бөлігіне келіп, сол жақта оң және сол мықын артериясына бөлінеді. Ал өз кезегінде болса сыртқы оң және сыртқы сол мықын артериясына бөлінеді. И олардан ішінен ішкі мықын артериясы. Ішкі мықын артериясы ол артерия умбиликалия болып саналады. Кейін ол сәйкесінше ұрық жолдасы арқасында өтіп, яғни көмір қышқылына бай және метаболиттік бөлінулер, қалдық өнімдер осы өзек арқасында баладан шығарылып жібереді. Міне осылайша жүзеге асырылады қан айналым ұрықта. Енді қандай процестер орын алады бала туылғаннан кейін? Бала туылғаннан кейін біз міндетті түрде оның плацентасын, яғни ұрық жолдасын кесеміз. Ұрық жолдасының кесуінің әсерінен үш құрылым деградацияға ұшырайды. Көріп тұрғаныңыздай, екі мықын артериясы мен венасы, екі мықын артериясы деградация ұшырайды. Бір мықын венасы деградацияға ұшырайды. Сосын Баталов өзегі деградацияға ұшырайды және тесік, яғни овальды тесікте өз кезегінде деградацияға ұшырайды. Бірақ олар қалай, мұны бала туылды дейікші, бүкіл орнына келді. Бірақ та оның өзінде де қалай ол бітеліп кетеді деп сұрақ туындауы мүмкін сендерде. Овальды тесік, былай қарастырсақ, жалпы ол былай құрылысына қарасақ, олардың пердесіне ол былай тұрады. Былай тұртпай дейші пердесінде. Қысым жоғарылайды. Сол жақ жүрек бөлігінде, яғни сол жақ қарыншасында да жүрекшесінде қысым жоғарылайды. Қысым жоғарылауының әсерінен ол осы қабырға пердені етереді. Етеруінің әсерінен бұл құрылым былай бітеп тастайды. Осылайша бұл құрылым овальды тесік қысымның өсуінің әсерінен бітеледі. Соның әсерінен біз анатомияны қарап көргенде, оң жақ жүрекшеде біз овальды ұңғыманы көреміз, яғни фоссоовалияны осыдан көре аламыз. Келесі Баталов өзегі. Баталов өзегі бала туғаннан кейін, бірнеше уақыт өткеннен кейін ол фиброзды тінге просто жай ғана фиброзды тінмен басылып кетеді. Бірақ қаны ешқалай да ақпайды. Бірақ ақпауының да өзінің себептері бар. Бұл құрылым оттегіге де, брадикининге де, және простагландиндерге өте сезімтал. Оттегінің көп болуының әсерінен оның спазмы орын алады. Спазмның әсерінен осы жерде қысым жоғарылайды, ал керісінше өкпе артериясында қысым төмендейді. Өйткені альвеолар ашылады ғой, қан тамырларының вазоконстрикциясы болмайды. Бала туғаннан кейін. Бала айқайлайды ғой, бірінші тыныс алады ғой, бүкіл альвеолар ашылады, оттекке толады концентрациясы, и бүкіл
констрикциясы дилатацияланады. Содан кейін бала тыныс алады, осы жерде қысым түседі, и сәйкесінше қан еркін түрде кіші қан айналым шеңберіне өтіп, сол жақ жүрекшеге құйылады. Ал басқа құрылымдар, көп тұрғаныңыздай осылар, олар кейін адамның байламдарына айналады. Мысалы, осы жерде көп тұрғаныңыздай вена умбиликалия келешекте бауырды ұстап тұратын дөңгелек байламына айналады. Лигаментум тересқа. Ал сәйкесінше артериялары, артерия умбиликалис, кіндіктің артериялары, олар кіндік байламына айналады. Осымен болды.